Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бөрөнөлөр ғимаратта ең жиі қолданылатын құрылымдық элемент болып табылады. Бөрөнөгө шын мәнінде жабын тақталарда пайда болып, тіреулерге немесе қабырғаларға өтетін иілу кезі әсер етеді. Талдау жүргізу үшін бөрөні тірек жүйесінен бөліп алуға болады. Бөрененің ұзындығы оның көлденең көлемінен айтарлықтай жоғары болады. Бөренеде пайда болатын ұзына бойлы деформация иілу салдарынан пайда болған ығысу деформациясымен салыстырғанда өте кіші болады. Сондықтан пайда болатын көлденең күш пен иілу кезін талдаудың бөренелерді жобалау үшін мәні зор. Сонымен қатар эпюра деп аталатын кестеден бөрененің тұтас ұзындығының бойымен көлденең күш пен иілу кезеңінің таралуын көрсетуге болады. Көлденең күштен бастайық. Көлденең күш дегеніміз өзіне әсер ететін сыртқы июші жүктемені теңгеруге тырысатын бөрененің көлденең қимасының жазықтығында пайда болатын ішкі күш. Осы бөренені қарастырып көрейік. Бөрененің аумағын қайдан алғаныңыз маңызды емес. Бірақ сіз оған әсер ететін күшті қосқан кезде ол тепе-теңдікте болуы тиіс. Көлденең күш нақ осы аумақты көлденең бағытта тепе-теңдікке келтіру үшін пайда болады. Ол көлденең қимаға қатар әсер етеді. Таңбалар ережесі мынадай болады. Сонымен, бос дене сызбасына көлденең бағытта күштер теңгерімін салып, белгілі бір қимадағы көлденең күштің мәнін анықтауға болады. Енді біз дәл осы әдісті әртүрлі қималарға қолданып, көлденең күштің бөрененің ұзындығы бойымен қалай өзгеретінін табуымызға болады. Бірақ көлденең күштердің ғана теңгерімі осы бөліктің тепе-теңдігіне кепілдік бермейді. Егер бөренеге әсер етуші күштер кезі теңестірілмеген болса да, оның айналуының басқа да мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда көлденең қимада осы айналуды тоқтату үшін иілу кезі пайда болады. Ол өздеріңіз көріп отырғандай, талшықтардың қимасына әсер ететін қалыпты күш ретінде пайда болады. Бұл күштердің тең әсері нөлге тең болады, бірақ ол сыртқы моментті теңдестіру үшін моментті туғызатын болады. Иілу кезінің таңбалар ережесі мынадай. Сонымен, біз кез келген көлденең қимада пайда болатын моментті бос дене сызбасынан әсер етуші сыртқы моментті теңдестіру арқылы есептеп шығара аламыз. Осы қағидаларды түсініп алған соң, біз бөрененің ұзындығы бойымен көлденең күш пен иілу кезеңінің таралуын оңай есептеп шығара аламыз. Бірнеше мысалды қарастырып көрейік. Біз 3 түрлі жүктеме түсіп тұрған мына консольді бос тұрған аяқ жағынан талдауды бастайық. Сонымен, А, Б бөлігіндегі аумақты алатын болсақ, оған әсер ететін жалғыз сыртқы күш F1 болып табылады. Сондықтан, осы аумақта осы әсер етуші күшті теңестіру үшін көлденең күш пайда болуы тиіс. Осылайша, А және Б арасындағы көлденең күштің мәні F1-ге тең. Бірақ тек бір ғана күш теңгерімі аумақтың тепе-теңдігіне кепілдік бермейді. Аумаққа сыртқы кез әсер етеді. Сондықтан, бұл аумақта сыртқы кезді теңдестіру үшін иілу кезеңі пайда болады. Сыртқы кездің көлемі F1-дің X-ке көбейтіндісіне тең болғандықтан, иілу кезеңі сызықпен өзгереді. BC бөлігінде де F2 күші әсер етеді. Сондықтан көлденең күш мұнда F1 және F2 қосындысына тең болады. F2 күшінің әсері де иілу кезеңіне қосылады. Осындай талдау CD бөлігінде де жүргізіледі. Сонымен, көлденең күш және иілу кезеңінің эпюралары бұл есепте келесідей көрініс табады. Енді осы есепті қарастырып көрейік. Тең таралған жүктемесі бар еркін қолдамалы бөрене. Бұл жағдайда қарсы әрекет етуші күштерді анықтау алғашқы қадам болып табылады. Бұл есеп симметриялы болғандықтан қарсы әрекет етуші күштер тең болады да, бөренеге әсер етуші жалпы жүктеменің жартысын құрайды. Талдауды А нүктесінен бастап көрейік. Егер А, Б бөлігіндегі аумақты алатын болсақ, ол тепе-теңдікте болуы тиіс. Сондықтан, көлденең күш қарсы әрекет етуші күштің көлеміне тең болады. Иілу кезеңі де сызықпен өзгереді, бірақ Б нүктесінен кейін шоғырланған және үлестірілген жүктеменің әсері басталады.
үлестірілген жүктеменің әсері өте қызық. BC бөлігіндегі аумақты алайық. Бұл аумақта екі шоғырланған жүктемемен қатар үлестірілген жүктеме де бар. Бұл үлестірілген жүктеменің ауырлық орталығы арқылы өтетін шоғырланған жүктеме деп санауға болады. Оның мәні U-ды X-ке көбейтіп, 3-ке бөлінген L-ді алуға тең, және ол қима сызығынан 3-ке бөлінген X-тен L-ді алудың 2-ден 1 қашықтығынан әсер етеді. Сондықтан, көлденең күш үлестірілген жүктемеден шығатын тағы бір элементті қамтиды. Теңдеуден көлденең күштің сызықпен өзгеретіні көрініп тұр. Жүктемелердің осы эпюралар мен осы ұзындық бойынша иілу кезеңінің қалай өзгеретінін сіз оңай болжай аласыз. Бұл квадрат теңдеу болғандықтан, оның кестесі параболалық пішінді болады. Осындай рәсім қалған бөлікте қайталанады. Бұл есеп симметриялы болғандықтан, иілу кезеңі мен ығыстырушы күш симметриялы таралады. Сіздер бөренелердің иілу кезі және көлденең күшін талдау жөнінде жақсы кіріспе ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.